Қайырлы күн, менің есімім Бақыт Жұмахметқызы. Білесіздер, пайдалы видеоларда әрдайым сіздерден келген сұрақтарға жауап беруге тырысамыз. Әдеттегідей сіздерден ең көп келген сұрақ, ол сахнаға шыққан кезде менің жасаған іс-қимылдарым өзіме ұнамайды. Сахнаға шыққан кезде менің бет-әлпетім, яғни менің мимикам өзіме ұнамайды. Айтайын деп тұрған сөзім өзіме ұнамайды. Яғни мен ойлап тұрамын, бірақ сахнаға шыққан кезде мүлде басқа нәрсе айтамын. Ол да маған ұнамайды. Яғни барлығы қосылған комплекстардың жиынтығы. Осы комплекстардың жиынтығынан қалай құтылсам болады деп өтініш білдірдіңіздер. Бізден сіздерге жауап, керемет 3 әдісті ұсынғымыз келеді. Оның біріншісі айна. Қарапайым айна. Міндетті түрде сахнаға шықпас бұрын айнамен жұмыс жасап үйреніңіз. Айнаның алдында өзіңіздің бет-әлпетіңізді, іс-қимылыңызды қараңыз, көзіңізді үйретіңіз. Ұнамай жатқан жері болса жұмыс жасап, қайта-қайта айнаның алдында сөйлеңіз. Яғни, айнаны үлкен аудитория, болмаса сахна деп елестетіңіз. Сол кезде өзіңіздің жүріс-тұрысыңызды, іс-қимылыңызды, бет-әлпетіңіздегі мимикалардың жұмысына толыққанды көз жүгірте аласыз. Яғни, сараптап, сол жерден қорытынды шығарасыз. Сол бойынша жұмыс жасаңыз. Екіншісі, бұл видео. Яғни сіздерге міндетті түрде профессионалды видеографқа барып видео түсіріңіз деп айтпаймыз. Қарапайым ғана өзіңізде бар ұялы телефоныңызда видеоға түсіріңіз. Видеоны қойып қоясыз, ұялы телефоныңызда. Содан кейін сол жерде сахнада жүргендегідей толықтай өзіңізді көрсетіңіз, яғни видеоға түсіңіз. Түсіп болғаннан кейін ұялмаңыз. Кейбір адамдардың ең үлкен қателігі өзін видеодан көруге ұялады, қарамайды. Ой, құрсын көрсетпеш маған, өзің анаяққа барып көрші деген сияқты жасауы мүмкін. Жоқ, олай жасамаңыз. Өзіңіздің комплексіңізді жеңудің ең үлкен жолы, яғни ең үлкен бір қадамы, сол видеоңызды өзіңіз ұялмай көріңіз. Сіз ұялмай көрсеңіз, сіз жақсы көрсеңіз, басқалар да дәп солай ұялмай көреді. Сізді жақсы көретін болады. Сол жерде міндетті түрде жаныңызға блокнот және де ручка алып алыңыз, түртіп отырыңыз. Мына жер ұнамады. Мына жерде былай жасауым керек еді. Мына жерде осылай жасау керек еді. Барлығын түртіп жазып алыңыз. Содан кейін қайтадан видеоға түсіңіз. Қарап шығыңыз. Ұнамайтын жерлерін тағы түртіп алыңыз. Сөйтіп, өзіңізге ұнағанға дейін жаттыға беріңіз. Әбден жаттыққан соң, сахнаға шықсаңыз, сіздің сахнадағы сөйлегеніңіз, іс-қимылыңыз, мимикаңыздың жұмысы барлығы ойдағыдай шығатынына сөзсіз сенемін. Үшіншісі, менің дауысым ұнамайды. Көп адамға өзінің дауысы ұнамай жатады. Ол жағдайда не істейсіз? Қайтадан сізге көмекке келетін ұялы телефон. Диктофонға өзіңіздің дауысыңызды жазыңыз. Тыңдап көріңіз. Ұнамай ма? Қайтадан жазыңыз. Солай әбден сіздің құлағыңызға ұнағанға дейін, жағымды дауыс шыққанға дейін жалғастыра беріңіз. Сіз өзіңізге ұнайтын әдемі дауысыңызды тапқан кезде, сахнаға шыққан кезде соны қолданыңыз. Міне осы 3 әдіс арқылы өзіңізде жинақталған барлық комплекстарды жеңуге болады. Әрине, бір демде болмайды. Міндетті түрде үнемі үздіксіз практика жасау арқылы ғана өзіңіз қалаған нәтижеге жете аласыз. Сіз осы видеоны қарау арқылы, ізденіс жасау арқылы өзіңіздің комплексіңізді жеңуге бір қадам жасадыңыз. Тоқтап қалмаңыз, адымдап алға жүре беріңіз.